Дұғам қабыл болмай жатыр. Кейде дұға жасаймыз, бірақ тілегіміз қабыл болмайды деген сұрақ туындайды. Аяттағы Алланың жауап беремін деген сөзі жаппай дұға етушіні қабыл етемін дегенді білдірмейді. Сондай-ақ барлық тілек те қабыл етіле бермейді. Сонымен қатар Алла тағала Құранда Раббыларыңа жалбарынып және іштей дұға етіңдер, расында ол астамшылдарды жақсы көрмейді деп әмір етілген. Ал үлкен күнәні біліп не білместікпен үнемі істейтін адам аятта айтылғандай астамшыл болып табылады. Мұндай адамның дұғасы қалайша қабыл болмақ? Сол секілді кісінің дұғасы қабыл болмауына түрлі себептер кедергі. Мұның бірі кісінің жеке басына қатысты болса, бірі сұрап отырған тілегіне қатысты. Кісінің жеке басына қатыстысы күнәдан тыйылуы, ал дұға тілекке қатыстысы адамды оның өзінен гөрі Алла жақсырақ біледі. Адамның кейде сұраған тілегі сырт көзге пайдалы сияқты көрінгенімен, негізінде зиянды және пайдасыз болуы мүмкін. Сондықтан өзіне не пайдалы екенін, ненің қажет екенін түсіне бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұғаның қабыл болмауының негізгі себебін көрсетіп, кісі ұзақ сапар жүріп, үсті-басы, денесі шаң күйде екі қолын көкке көтеріп, Раббым, Раббым деп дұға жасайды. Алайда жеген асы харам, ішкен сусыны харам, киген киімі харам, хараммен қоректенеді. Ондай адамның дұғасы қалай қабыл болмақ деген. Енді дұға жасаудың әдептері туралы айтатын болсақ, ниет тілегімізді білдіріп дұға жасаудағы әдептер, уақыты мен орны һәм дұға етушінің күйі қандай болмақ? Имам Ғазали бұл мәселеге қатысты 10 түрлі жазба бойынша түсіндіреді. Біріншісі, қасиетті уақыттар. Жылдың ішінде Арафа күні, айлардың ішінде Рамазан айы, апта ішінде Жұма күні, түнгі уақыт ішінде сәресі мезгілі секілді. Екіншісі, қасиетті жағдайлар. Әбу Хурайра, аспан есіктері Алла жолында мұсылмандар саптарын түзей бастаған шақта, нөсер жаңбыр жауған уақытта, 5 парыз намазға қамат етілген уақытта ашылады. Осы уақыттардың қадірін біліңдер дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам азан және қамат арасында жасалған дұға кері қайтарылмайды деген сөзі бар. Үшінші, дұға жасаған кезде құбылаға қарап және екі қолын көкке көтеру. Хадисте расында Раббыларың хай, тірі, карим, жомарт, пендесі қол жайса құр алақан қайтаруға ұялады делінген. Төртінші, биік демес және бәсеңдемес дауыспен дұға ету. Әбу Муса әл-Ашари, біз Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға келіп жеттік. Қалаға жақын келгенде адамдар такбир айтып, дауыстары көтерілді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ей адамдар, сендер дұға етіп тұрған зат керең емес, ғайыпта емес. Сендер дұға етіп тұрған зат сендердің мойындарың мен ат көліктерінің мойны арасында, яғни тым жақын деген хабар жеткізеді. Бесінші, өлеңдетіп дұға етпеу. Дұға етуші жалбарынушыны кейіпте болуы қажет. Сондықтан мұсылман өз тілек дұғасына сай Құран және хадисте айтылған зікірді пайдаланғаны абзал. Өйткені онда Алла өзі үйреткен және пайғамбарлар тілінен шыққан дұғалар бар. Ал Алланың таңдаулы құлдарының қалыбынан шыққан сол дұғалар қабыл болған тілектер. Тәубе етуші адам алейхиссалам атаның тәубе дұғасын, шипа сұраушы Аюб алейхиссаламның пайғамбардың шипа дұғасын, перзент сүйе алмай жүрген пенде Закария алейхиссаламның пайғамбардың қартайған шақта мұрагер сұраған мінәжатын, перзент сүйіп ата-ана болғандар Имранның әйелі Мәрия ананың шешесі айтқан дұғасын тілегені абзал. Алтыншы, дұға жасаушының күйі. Дұға жасаушы байсалды кейіпте жаратушысынан қорқып сұрау қажет. Жақсылық сұрағанда құштарлана, жамандықтан сақтауды жалбарына сұрауы керек. Құран кәрімде Раббыларыңа жалбарынып және іштей дұға етіңдер деп жазылған. Жетінші, дұғасында бек тұру, қабыл болатындығына күмән келтірмеу. Суфиян бин Уяйна: дұға жасаудан ешқайсыңыздың тыйылмаңыз, дұға етуді тоқтатпаңыз, өйткені Алла тағала жаратылыстың ең жаманы Іблістің де Алланың лағнеті болсын дұғасын қабыл етті деп. Ібліс: ендеше Раббым, маған қайта тірілетін күнге дейін кеңшілік бер деді. Алла Ібліске расында саған кеңшілік берілді деді деген. Сегізінші,
дұғаны тоқтатпау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жайлы: сендерден асықпағандарыңның және дұға етем, бірақ қабыл болмай жатыр деп айтпағандарыңның дұғасы қабыл болады. Қайсы бірің дұға етер болсаң, Алладан көп-көп сұрасын, өйткені сен жомарттан сұрап тұрсың, деген. Демек, дұғаның тағы бір шарты сабырлық. 9. Дұғаны Аллаға мақтау және пайғамбарға салауат айтумен бастау. Салама бин Аука Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам дұға жасағанда Аллаға: Субхана рабби аль-а'ля аль-ваххаб, ұлы да жомарт Раббым, барлық кемшіліктен пәк деп мақтау айтып бастайтын, дейді. Абу Сулейман ад-Дарани бұл жайлы: кім Алладан бір қажетін сұрайтын болса, пайғамбарға салауат айтудан бастасын, сосын өзінің мұң-мұқтажын айтып мінәжат етсін. Соңынан тағы Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтсын. Алла бұл екі салауатты да қабыл етеді. Алла екі салауат арасындағы тілекті кері қайтармайтын жомарт, дейді. 10. Дұға етушінің ішкі жан дүниесі. Бұл дұғаның қабыл болуындағы ең маңызды жайт. Бұл тәубе етіп тазару. Адам баласына сөзімен және іс-әрекетімен жасаған қиянаты болса кешіруін сұрап, бүтін болмысымен Аллаға бет бұру. Міне, дұға жасауда мән беретін жайттар осы. Алайда мұсылман тілегі мен қалауын сұрап, қол қусырып отыра бермеуі тиіс. Тек тілімен дұға етіп, үйден немесе мешіттен шықпай отыру дұға жасаудың тәртібіне қайшы. Жаратушысынан білім сұраған пенде қолына кітап алып ізденуі, ем-шипа сұраған науқас дәрігерге көрініп емделуі, мол астық сұраған диқан қолына кетпенін алып еңбек етуі негізгі шарт. Демек, дұға етуші берекет көруі үшін әрекет етуі қажет. Мұсылман пенденің жасаған дұғасына Алла 3 түрлі жауап береді. Бірінші, пенденің сұрағанын осы дүниеде көруге жазса, Алла береді. Екінші, егер сұраған дұғасын бұл дүниеде бермесе, ақыретке сауап қоржынына сақтайды. Үшіншісі, жасаған дұғасы себепті қиыншылықтарды отбасынан алыстатады. Алла баршамыздың дінімізге, отанымызға, отбасымызға және діндес бауырларымызға арнап жасаған дұғамызды қабыл еткей. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да өте керемет болады. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.